бағасы 8 миллион теңге. 2011 жылғы. Бұлай жағдай жаман емес сияқты. Алдарыңызда Kia K5 көлігі 2010 жылғы, көлемі 2. Бағасы? Бағасы 8 миллион 600. Жағдай жақсы секілді. Алдынан түсір жүрек. Алдарыңызда RX 330 автокөлігі, объемы 3, 2004 жылғы, бағасы 6 миллион 400 теңге. Алдарыңызда RAV4 автокөлігі, 2013 жылғы, көлемі 2, европейс, бағасы 8 миллион 500 теңге. Артынан да түсір жүрейін. Жағдайы өте жақсы секілді. Алдарыңызда Toyota Карин автокөлігі, 1992 жылғы, көлемі 1.6, механика, бағасы 1 550 000 теңге. Бензин. Карина Е автокөлігі. Алдарыңызда Lada Granta автокөлігі, 2012 жылғы, газ бензин, механика 1.6, бағасы 1 835 000 теңге. Алдарыңызда BMW X5 автокөлігі, 2002 жылғы, көлемі 3 литр, бағасы 4 миллион 400 000 теңге. Алдарыңызда Chevrolet Spark автокөлігі, 2017 жылғы, көлемі 1 литр, автомат коробка, бағасы 3 миллион 700 000 теңге. Әйел адамдарға және де бірінші көлік айдайтын адамдарға осы көлік жарайды. Алдарыңызда Toyota Camry 7 автокөлігі, бағасы 12 миллион 300 000 теңге. 2019 жылғы, пробег 39 000 теңге. Бұлайша жағдай өте жақсы сияқты сырт келбетіне. Бұл автокөліктер біраз жүріп береді. Алдарыңызда Lada Priora автокөлігі, 2013 жылғы, бағасы 1 900 000 теңге. Жастарға мінетін көлік автокөлік. Бұлай жағдай жаман емес сияқты. Алдарыңызда Mercedes E280 автокөлігі, көлемі 2.8, 1999 жылғы, бензин, коробка автомат. Бағасы 3 миллион 200 000 теңге. Машинаның жағдайы жақсы сияқты. Алдарыңызда Hyundai Accent автокөлігі, 2014 жылғы, көлемі 1.6, автомат коробка, бағасы 4 миллион 900 000 теңге. Бұлай жағдайы өте жақсы секілді. Алдарыңызда Mazda 626 автокөлігі, көлемі 2, 1989 жылғы, бағасы 850 000 теңге. Универсал коробка механика. Алдарыңызда тағы да бір универсал автокөлік, Volkswagen Golf универсал, 1993 жылғы, коробка механика, бағасы 1 600 000 теңге. Универсал Golf. Алдарыңызда Toyota Camry 50 автокөлігі, европейс, полный комплектация, 2013 жылғы, бағасы 8,5 миллион теңге. Алдарыңызда Hyundai Accent автокөлігі, 2013 жылғы, коробка автомат, бағасы 4 миллион теңге. Алдарыңызда тағы да бір Hyundai Accent автокөлігі, 2014 жылғы, бағасы 4 миллион 200 000 теңге,
коробка автомат. Алдарыңызда тағы да бір Hyundai Accent автокөлігі 2014 жылғы. Бағасы 4 миллион 200 мың теңге. Бұл да ақ түсті. Коробка автомат. 6 ступенькалы автомат екен. Жағдай жақсы. Назарларыңызда Hyundai Sonata автокөлігі 2018 жылғы. Көлемі 2, 43 мың пробег жүрген екен. Бағасы 8 миллион теңге. Артынан да көрсетіп жіберейін. Осылардың арты әдемі болады негізі. Бірақ машина өте жақсы. 8 миллион теңгеге 2018 жыл. Алдарыңызда Mercedes S260 автокөлігі. Көлемі 5, 1987 жылғы. Бағасы 2,5 миллион теңге. Коробка автомат. Машинаның жағдайы жақсы сақталған секілді. Алдарыңызда Chevrolet Tracker автокөлігі 2019 жылғы. Көлемі 1.5 турбо. Бағасы 7,5 миллион теңге. Chevrolet Tracker Turbo LTZ полный комплектация 2019 жылғы. Жағдай өте жақсы. Алдарыңызда Mercedes E280 автокөлігі 2000 жылғы. Комплектация Авангард. Ең мықты. Бұның бағасы 4 миллион теңге сұрап тұр. Машинаның жағдайы өте жақсы сияқты. Коробка автомат. Mercedes E280, көлемі 2, Авангард. Достар, егер де видео ұнаса лайк басамыз, пікір қалдырамыз, және де чаттарда таратамыз.